жоба негізінде 1 ай бұрын түсірілу керек жоба болатын, бірақ біздің іс-сапарларға, әртүрлі жағдайларға байланысты кейінге шегеріле берді. Ертеңгі күн бүгінгеден айтпа, тауларға қарадым бір сәт сапарымда оң боларын ұқтым, болған бар өкпені ұмыттым, алғысты ойымда. Мәйді қызыл сірекке. Я, кстати, Да? высота, кажется, да, чуть-чуть надо поднять. Поднять? Да. Қазірден қолыңа ал өміріңді. Кажется, более-менее, да. Более-менее много. Бесте келек-ел, таларбың болса әкелек-ел, әкелек-ел, бесте келек-ел, келешек На колени. Әкелек-ел, бесте келек-ел, әкелек-ел, бесте Жақсы. келек-ел. Закон. Сонда отыр. Сәлем. Мен адам мобиль. Мен сізде бар. Ал сен. Месяц назад мы с Дауреном договорились о творческой съемке, но тогда мы еще не знали, в каком формате мы будем снимать. Позже Даурен скинул мне референс, и мы решили, что будем снимать в сказочном стиле. Үнемі жылтырап жүрмейміз де тұрады кейіп түрпәтқа қарама 18-демін кімдер ортаң таңдасырып тапқара жан жаққа күтпе бүйірден кигізгенін сәттілікке саған 5 бұл я ештеңе де болмайды 5 бұл егер тек жататын болсаң не үшін келдің мұнда. Даурен изначально сказал, чтобы на мне были эльфийские ушки, но позже я о них совсем забыла. И в моем образе не было эльфийских ушек. Эльфийских ушек, я сказала. Басынан жоғары, чуть-чуть жоғары поднимись. И она басынан мықты чуть-чуть. Ну, кулинке тоже одем вот прошу. Аяғын созыл. Ну, видеода одем. Съемка қалай өтіп жатыр. Музыка қалай, нормально. Музыка жаман. Еще поздний момент выпущу. Қуат осықсар. Шашатсың. Бұл съемкада мен Sony A7C камерасын қолдандым, және оптикада айтатын болсақ, Sigma 28-70 объективімен, диафрагмасы 2.8. Кейбір кадрларда Sigma 35 мм 1.4 диафрагмасына түсірдім. Сен сондай сүйкімдісің, ойыңды кім білсін, сен кейде бір түрлісің, ендеше Біраз несін. неге күлкілдісің. Енікісінен сені ешкімге де өрім келмейді, қатырмаш болып мені. Чуть прости, умеешь качать? В основном кадрлар 50% қолмен, 50% стабилизатормен түсірдім. Шықсаған бәрінен де Болды. Все, официально, закончили. Қайтайықшы деді. Шаршадым мен. 8 сағат сыдық тақырып. Мен де шаршап кеттім, да, вообще. Мен окончил. Всем домой. Біз бітірдік. Эй, нет, это быстро должно быть. Андрей, давай, отрепетируй. Отрепетируй. Хлопай. Можно? мүмкін өкпеңді түттің мүмкін келеді күлкің мүмкін оянар түлкің ішіңдегі жүрсің сен содан үркіп немене кейін ойланып байланып ерегесіп ойланып шегересіп ойланып жайлады ойлан енді оян сұрақтар толып басқа неге ағайындар өтпектен де басқа бірақ бұл жігіттің армандары асқақ төбеңде тұр тәуелсіздігінің аспаны мекен жай 35-ші баспады жомарттың кілті анаңның аяқ астында өйтіп сасыма іздеген білімің басында өйтіп сасыма жоласпалар қасында сенің әуеніңнің ұмтылысы әппиен шындықты көргенде ағайындар ой түйет мейлі мұрның тар болмайды тек қана үлкейет менің биылдан қалған киімім күн киет сұрақтар толып басқа неге ағайындар өтпеттім деп асқа бірақ бұл жігіттің армандары асқақ төбеңде тұр тәуелсіздігінің аспаны
Егер сіздерге ұнаса, менімен бірге болыңыздар, алда әлі талай қызықты контенттер жасайтын боламын. Мынау қалай кетті?